Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі менің авторлық бағдарламам тақырыбы English Text for Beginners. Тақырыптың мақсаты оқушыларға грамматиканы үйрету арқылы коммуникативтік, эмоционалдық саласына шығармашылық қабілеттерін және стандартты емес ойлауын дамыту, диалогқа қатысу, дағдыларын жетілдіру, типтік жағдайларда ауызша түрде қарым-қатынас негіздерін оқыту болып табылады. Қойған мақсатыма сәйкес келесі міндеттерді шешетін боламын. Оқушыларды білім беру үдерісіне тарту, тіл сезімін қалыптастыру, бағдарламада ұсынылған тақырыптар аясында балалардың шет тілін меңгеруі, оқушылардың басқа халықтардың өмірі, олардың мәдениеті, ғылымы, өнері туралы білімдерін жинақтауға ықпал ету. Диалогтың негізгі мазмұнын есту және түсіну. Сөйлеу этикеті ережелерін сақтай отырып, тыңдалған шет тіліндегі мәтінге байланысты мәселелерді талқылауға қатысу. Алынған ақпаратты талдау және жүйелеу білігін дамыту, өзіндік қызметті ынталандыру, ақпараттық кеңістікте бағдарлай білуді дамыту. Мен құрған жоспарым бойынша 10 тақырып алдым. Әр қайсысы 3-4 тараудан тұрады. Ол денсаулық, спорт, менің уақытым, білім, мамандық, саяхат, өнер, қоршаған орта, әйгілі тұлғалар, салт, дәстүр мен әдет ғұрыптар. Мысалы, денсаулық болса health. Ода 3 тақырып бар. Proper diet, personal hygiene, modern medicine. Спортта спорт, my favorite sport is law, we are fans деген сияқты. Ал менің уақытымда, менің хобби, my hobby, books or internet, social network. Ал білімде, мысалы, 4 тақырып алдым. At school, in class, at recess, in the canteen. Сондай сияқты. Ал мамандық, мысалы, мамандықта, professionда, types of profession, oldest profession, interesting profession, professions of future. Ал саяхатта, мысалы, 4 тақырып бар. Types of travel, at the airport, famous travel, at sea. Өнерде, music, музыка туралы, in the cinema, in the theater, in the gallery, галерея. Қоршаған ортада, young, ecologist, air pollution, water pollution деген сияқты. Енді қараңыздар, мұнда жоспар бірден құрылған, lesson plan, жоспар. Мысалы, берілген тақырып бойынша тамақтану, я? Proper diet. Сары түймені басу арқылы 3 жауап нұсқасы шығады. Оқушылар, мұнда 3 нұсқасы бар. 3 сары түйме, сары түймені көріп тұрсыздар ғой. Арқылы 3 жауап нұсқасы шығады. Оқушылар дұрысын таңдауы керек. Сол арқылы оқушылар тапсырманы орындайды. Жоспар бойынша жазылған. Келесі тақырып бойынша мұнда берілген суретке байланысты сурет арқылы жұмыс жасайды оқушылар.
берілген сөздерді суретке қою керек. Мұнда сөздерге жетіспеген әріптерді енгізу қажет. Мысалы, бірінші сөзде манго жетіспейтін әріп A және O. Балаларға қызық болу үшін осындай сурет бойынша әріптерді қойдық. Осы бойынша балалар жаттығулар орындайды. Келесі тапсырма диалог бойынша жұмыс жасау. Мұнда оқушылар өзінің болашақ мамандықтары туралы диалог құрайды. Балалар бір-біріне сөйлесіп, ағылшынша сұрақ қояды, бір-біріне әңгімелесіп жұмыс жасайды. Келесі тапсырма мәтін бойынша тапсырмалар. Мұнда балалар мына план бойынша, жоспар бойынша жоспарды бірден құрып қойды. 5 минут беріледі. Мұнда мысалы, good morning, I'm very glad to see you. Сәлемдескеннен кейін балалармен амандасамыз, содан кейін тапсырманы беремін. 30 минуттай мәтінді орындайды оқушылар. Оқушылар мәтінді оқып, аударып, мазмұнын түсініп, сұрақтарға жауап береді. Және өз ойларын айтады. Келесі тапсырмада мұнда балалар өздерінің әйгілі тұлғаларды айтып беру және сұрақтарға жауап береді. Оқушылар өзінің әйгілі не істеді? Мұнда әйгілі тұлғалардың сурет бойынша талқылайды және сұрақтарға жауап береді. Мысалы, do you like traveling? Мұнда саяхат туралы болса, сұрақтар қойылады. What countries have you studied today? Would you like to visit them? What country and why? What form of transport do you like best of all? Мысалы, сұрақтар қойылады, балаларға. Балалар жауап береді. Do you like traveling? Мысалы, how do you usually travel? Қандай саяхат ұнайды деген сияқты. Қандай жерге барғың келеді деген сияқты сұрақтар қойылады, олар жауап береді. Келесі тапсырмада балалар, мысалы, мына кроссвордты алдым. Кроссвордта балалар шешеді осы сурет бойынша. Балалар қызықты болу үшін сөздерді қояды. Мысалы, бірінші тапсырмада, мысалы, жануарлар туралы болса, жануарлардың аттарын қояды. Екінші тапсырмада, мысалы, таулар туралы, тау қандай, түсі қандай, мысалы, түсі қандай, сондай түстердің аттарын қояды, түстерін қояды. Келесі тапсырмада мұнда грамматика келеді. Мұнда грамматика балалар орындайды. Бұл оқушыларға шет тілін меңгеру үшін қажет. Оқушылар осы тапсырмада түймені басып, сәйкес сөздерді қояды. Түймені басады. Мұнда екінші тапсырмада сәйкес дұрыс жауабын қояды. Балалар суретке қарап. Мұны жақта сұрақтарға жауап береді сурет бойынша. Үшінші тапсырма мен бірінші тапсырмада түймелерді басып, балалар жаттығуларды орындайды. Қызықты болу үшін. Және де мұна жақта балалар мәтінді оқып,
не туралы мазмұнын айтады, өз ойларын айтады. Және де мұнда дұрысын қояды. Мысалы, тапсырмада түймелерді басып, мына сурет бойынша жауап береді балалар. Және де мына жақта балалар жаттығулар орындайды, сурет бойынша түймелерді басады, дұрыс нұсқасын қояды, сұрақтарға жауап. Мысалы, бірінші суретте бірінші тапсырма болып тұр ғой. Бірінші тапсырмада балалар, мысалы, суретте кім тұр мұнда? Фама, фермер, я, мысалы. He is a farmer. Үш варианттың дұрысын ғана қояды. Екінші тапсырмада singer, doctor, musician деп тұр ғой. Суретте кім мына бала? Кім бала? Музыкант қой, я? Соның дұрысын қояды. He is a musician. Үшінші тапсырмада мына қыз не істеп жатыр? Билеп жатыр ма? Үш нұсқасын дұрысын қояды. She is a dancer, я? Төртінші тапсырмада, мысалы, мына қыз не істеп жатыр? Мынау кім екен мына қыз? Медсестра, я? She is a nurse. Үш тапсырманың біреусін қояды. Балаларға қызықты болу үшін осындай тапсырмаларды беремін, орындатамыз. Мына жақта профессия, мына мамандықтар бойынша балалар кроссвордтарды шешеді. Мысалы, артист, доктор, жүргізуші, сондайларды қояды. Ұш-қош деген сияқты. Мына сөздерді тауып, мына жақта дұрыс нұсқалар тұр ғой, соларды тауып қояды балалар. Енді қорытындылай келе, құрметті әріптестер, өздеріңізге ұсынып отырған авторлық бағдарламаны оқыту барысында тапсырмалар орындауға, оқытушылардың өздігінен ізденуіне, біліктілік қорын толықтыруына, жаңартуына және әдістемелік тәжірибесін байытуына көмектеседі деп санаймын. Осы бағдарламада ұсынылып отырған барлық тапсырмаларды қазіргі таңда сабақ барысында қолданып отырамын. Сабақ барысында оқушыларға үйрету тапсырмаларды орындату үшін өте тиімді деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз бар ма? Менде бір сұрақ бар. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Дұрыс, бәрі де дұрыс, әдістемелік тәжірибе байытуға көмектесетіні действительно дұрыс. Бірақ менде мынандай бір, как с произношением, қалай произношение дұрыс сөйлеудің бәрін. Бұл тек тікелей жаттау и соны сөйлеу, а произношениені қалай дұрыстайсыз? Произношение? Қандай көңіл білесіз? Дұрыс произношение жасау үшін қандай көңіл білесіз? Мысалы, произношениеда tongue twister, жаңылтпаштар беріп үйретеміз. Мысалы, фонетика арқылы өтеміз. Мысалы, мына қалай оқылады? Мысалы, book айтқызып үйретем балаларға. Мысалы, былай сөйлейміз. Мысалы, thanks мысалы келсек, thanks, я? Кейбіреулер thanks деп айтады, я? Thanks деп айтады. Ол дұрыс емес. Мысалы, th, фонетика ғой керек. th қосқанда деп оқылады, деп үйретемін балаларға. Мысалы, соған қандай әдістер, қандай тапсырмалармен қалай үйретесіз? Сөйлеп ауызша, или осындай нелер? Сөйлетем ғой балаларға. Мысалы, tongue twister, мысалы, жаңылтпаштар беремін. Мәтіндер берем, көбінесе мәтіндер беремін. Сол арқылы оқиды балалар. Мәтінді көбірек оқу керек мәтін. Грамматика тереңірек. Менің түсінігімше